Бүгінгі ролигімізде су құйғыштың су шашыратқышы сынып қалған жағдайда не істеу керектігін көрсетейін. Ол үшін кәдімгі ас қасықты аламыздағыны тұмсығынан 5 сантиметрдей шығарып изолентімен немесе скотчпен жақсылап тұрып бекітеміз. Сонымен біздің су құйғышымыз дайын. Қазір қалай суды шашатынын көрсетейін. Мінекей құрметті жақсылар, бұл ас қасықпен де суды әдемелеп шашыратып себеді екен. Осымен ролик аяқталды. Бұл роликте басқа адамдарға пайдасы тию үшін роликтің астына лайк басыңыздар, пікір жазып, таныстармен бөлісіп, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Сонымен келесі жолыққанша аман сау болыңыздар.